Қайырлы күн, достар! Арифметикалық өрнектердің жазылу ережелері. Арифметикалық операциялар дегеніміз сандармен орындалатын есептеу операциялары. Амалдардың программада қысқартылып жазылуы тең, мына жерде А тең Б жазылуы. Амалдардың толық жазылуы және қысқартылып жазылуы. Қосу теңді жазған кезде А тең жақшаның ішінде А плюс Б. Ал егер қысқартылған кезін жазатын болсақ, А плюс тең Б деп жазамыз. Процент белгісі бізде пайыз белгісі, бұл қалдықты табу дегенді білдіреді. Екі бөлуді алатын болсақ, бүтін бөлігін алу дегенді білдіреді. Мына екі жұлдызшамыз дәрежелеу. Математикалық өрнектің жазылуы, мына жерде математикалық өрнек жазылуы, мына жерде өрнектің Pythonда жазылуы. X тең B қосу 10 көбейту С минус 2 дедік. Көбейтілген жақшаның ішінде А қосу Б. Бұл жерде мынау бөліндінің екі жағына не үшін екі жақшаны алып отырмыз? Өйткені бөліндінің үстіңгі бөлігін бір жақшаға алдық және астыңғы бөлігін бір жақшаға алып жазамыз. Өйткені жақшаға алмасақ, бұл жерде мынау бір сызықты бөлім болып кете береді. Pythonда ереже солай жазылған. Арифметикалық өрнек сандық мәндерден тұратын және арифметикалық операцияларды қолданатын өрнек. Екі таңбалы санның цифрларының қосындысы мен көбейтіндісін табатын программа құрастыр. Мысалы, 89 саны берілді. Нәтиже екі санның қосындысы 17 болады, екі санның көбейтіндісі 72. Pythonды іске қосып аламыз. Ашып аламыз жаңа файл. А тең int input жақша міндетті түрде ашып аламыз. Enter. B тең A-ны бөлеміз 10-ға. С тең A-ны бұны да бөлеміз 10-ға. Және С алып отырайын. Ран 89. Бізде 8 бен 9 санын алып алдық мына жерде. 8 бен 9 санын алдық. Енді осы екеуінің қосындысын және көбейтіндісін табуымыз қажет. Қосындысы жерге екі санның көбейтіндісін шығарып аламыз. Принтті алып тастасақ та болады. Ран 89 санын береміз. Сонда импорт mass over. Импорт mass аға меншіктейміз, mass over. Жақша ашамыз. Және бұл жерге жазамыз. Мысал үшін 3-тің 2 дәрежесі деп жазамыз. Математикалық модуль шақырып аламыз. Import mass over. Жақша ашып жауамыз. 3-тің 2 дәрежесі деп алайық мысалға. Print A дейміз бұл жерде. Run модулін орындаймыз. Орындауға жібереміз. Мінекей нәтиже 9 шықты. A тең int input жақшаны ашып жауамыз міндетті түрде. Print A-ның 2 дәрежесі дейміз. Run. Егер 5-ті беретін болсақ, нәтижесі 25 шығады. Міне қызық тапсырмасын орындап көрейік. 9-ды 2-ге көбейткенде 18, 18 мына жерде 1-ге 8-дің қосындысы бәрібір 9 болып келеді екен. Міне қызық. Бұның программасын құрастырып шықтым. Бүгінгі сабағымызға өте қатысы бар екен. Input енгізіп аламыз бүтін санды A, B-ны және 18-ді алу үшін С-ға A, B-ның көбейтіндісін меншіктеп аламыз. D-ға
с-ны бөлгенде 10-ға бүтінін алып аламыз. Е-ге меншіктейміз, с-ны 10-ға бөлгендегі қалдығын аламыз. Яғни бұл жерде 18 мод 10. Яғни бұл жерде қалдығы 8 шығады, бұл жерде бүтіні 1 шығады. F-ге меншіктейміз, d мен e-нің қосындысы, яғни шыққан сандардың қосындысын меншіктейміз. 9, 2, 9 жердегі 2, 18 және 9. 9 жердегі 8-ін. 9, 9 жердегі 9-ын. 81, 8-ге 1-ді қоссақ 9. Назарларыңызға рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.